Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін огонь ян белгісіндегі адамдарға прогноз жазып қойдым. Қазір соны айтып беретін боламын. Огонь ян белгісіндегі адамдарға 2022 жылы не күтуі мүмкін? Сіздерге арналған подсказка беретін болам, рекомендация беретін болам. Сіздерге биыл 2022 жылы батылдық энергиясы және жаңа бастамалар энергиясы келіп тұр. Кез келген дүниені өзіңіз айтқандай жасай аласыз. Және көптен армандап жүрген дүниені жасауға болады. Тұрмысқа шықпаған қыздарға ер адамның энергиясы келіп тұр. Ал жолдасы, күйеуі бар қыздарға бір мероприятиені ұйымдастыруға жақсы кезең. Одан кейін сіздерде повышение болады. Статусыңызды өзгертуге өте жақсы мүмкіндік туып тұр. Мануальный терапия алуларыңыз мүмкін, бірақ бұл жерде огонь ян белгісіндегі адамдардың барлығы емес. Бірақ көп адамдарда мануальный терапия алатын болады. Одан кейін өз бизнестеріңізді жасауға өте жақсы мүмкіндік бар. Қосымша жұмысты алып жүрсеңіздер де болады. Одан кейін әрекет ететін кез келді. Тек қол қусырып отыруға болмайды. Сіздерге кез келген жағдайда поддержка, қолдау білдіретін адамдар табылады. Тигр сіздерге көп информация алып келеді. Тек сол информацияны жұтып үлгеру керек. Көп ақпараттың арқасында өзіңізді тануға, саморазвитиемен айналысуға өте жақсы кезең. Сонымен қатар жылжымайтын мүлік алуға жақсы. Себебі сіздерде оформление документов шығып тұр екен. Тек өздеріңізге сенімді болсаңыздар болды. Кейбір адамдар заңды бұзғылар келеді. Егер сіздерге власть пайдалы болса, полезный болса, оңай құтылып кете аласыз. Ал егер власть не полезный болса, заңды бұзуға болмайды. Адамдарға кеңес беріп бастайсыздар. Жаңа профессия оқып аласыз. Оқыған курстарыңыз ұзаққа созылады. 2022 жылы оқып алмасаңыздар, адамдардың арасында өзіңізді ыңғайсыз сезінетін боласыз. Жалпы, өзіңізге ұнаған кез келген курсқа қатыссаңыздар болады. Мен өзіме жазып алғам, әйтпесе мен өте көп ақпарат мен ұмытып қалуым мүмкін. Одан кейін кейбір дүниелерге көз жұма қарайтын боласыздар. Жарайды, енді қайтейін деген сияқты. Кеудеңізден жоғары қарай косметикалық операция жасатуларыңыз мүмкін, бірақ барлық адамдар емес. Огонь иіннің ішінде кейбір адамдарға операция жасатуға тура келеді. Бірақ операцияны ретро-меркурий мен ретро-венерада операция жасатпаңыздар. Ретрода ештеңе жасатуға жалпы болмайды. Ретро-венера меркурий кезінде бастаған істі тек аяқтау керек. Одан кейін таңдау жасауға тура келетін жағдайлар көп болады. Өзіңізді жақсы сезінесіз, басқа адамға көмек бересіз, қамқорлық көрсетесіздер.
бірақ өздеріңізге көп міндеттеме алмаңыздар. Егер көп міндеттеме алатын болсаңыздар, көп жүгіресіз, барлығына қамқор боламын деп өзіңіз шаршап қаласыз. Энергияңыз аз болса, көп ауыратын боласыздар. Ешкімге көп уәде бермеңіздер. Барлық адамға көмек бер деп айта алмаймын. Егер жұмысыңыз консультациямен байланысты болса, онда клиенттеріңіз өте көп болады. Өзіңізге жалпы көп уақыт бөлу керек. Көп демалу керек, көп тынығу керек. Косметолог пен стоматологқа баруға жақсы кезең. Кейбір проекттен немесе қосымша жұмыстардан бас тартуға тура келеді. Сіздердің өмірлеріңізде үлкен ер адам маңызды рөл ойнайтын болады. Бұл ер адамнан сіздер көмек сұрасаңыздар болады. Бұл кісі сіздерге барлық жағынан көмектесетін болады. Даже ақша жағынан да ол кісі көмектеседі. Кредит сұрасаңыздар, кредит береді. Тек сөзбен тексерілмеген фактіге қорқудың қажеті жоқ. Өздеріңіз тексеріп алып, тексерілген фактімен ғана жұмыс жасаңыздар. Сіздерді бір кісілер қорқытуы мүмкін, оған қорқудың қажеті жоқ. Түйме дейді, түйеде етпеңіздер. Қызыңызға қатты алаңдайтын боласыз. Сіздерге тек әділетті болу керек. Әділетті болсаңыздар ғана сіздер жеңіп шығасыздар. Одан кейін бала көтерулеріңіз мүмкін. Жылдың соңында кез келген договорға қол қоймас бұрын көп ойланып алыңыздар. Себебі ол жерде шикілік болуы мүмкін. Психологиямен, эзотерикамен, нумерологиямен айналысуға өте жақсы кезең. Сіздерге осындай энергия шығып тұр. Жаңа сөзбен тексерілмеген фактімен сіздерді қорқытуы мүмкін деген сөйлемді мен сіздерге анықтап айтып кетсем. Сіздерді біреу сөзбен қорқытуы мүмкін. Сен осылай жасама. Егер осылай жасасаң, арты жаман болуы мүмкін деген сияқты сіздерді сөзбен қорқытады, бірақ ешқандай қорықпаңыздар. Себебі бұл тексерілмеген, өздеріңіз тексеріп көз жеткізген соң, көз жеткізген фактіге ғана сенген дұрыс. Бұл огонь ян белгісіндегі 2022-ге арналған прогноз болды. Қазір мен енді огонь янды айтатын боламын.